Ассалаумағалейкум, сіздермен Бәке Базеге. Бүгінгі мен историям ТикТокта миллион просмотр қалай жинадым, сол туралы айтатын боламыз. Кеттік. Мынау видеоға негізі миллион просмотр жинаған. Так, стоп, тоқта. Мен сіздерге басынан дұрыстап түсіндіріп берейін. Жеңіске жету үшін ең біріншіден өзіңнен бастау керексің. Guess who's back? Stick, check me out. It's still. Мынау өзгеріс болмады. Сондықтан мен тренировкаға бардым. Тоқтай тұршы, мен не үшін тренировка жасап отырмын? ТикТокта денені түсірмей қойса да болады деген. Сөйтіп мен видео түсіруді бастадым. ТикТокты жестко изучать ете бастадым. Монтаждың уақытысы өте көп болды. Сонымен бірінші видеомды салдым. Видеом салдым. Видеом шығаратынына еш күмәнім болған жоқ. Бірақ нөл просмотр. Hello, it's me. Сөйтіп бір күндердің күні сотка шықылап отсам, мен видеома бір қыз реакция түсіріпті. Реакциясы миллион просмотр жинаған. Сонымен мен реакция түсіруді жөн көрдім. Ол өтпеген үшін реакцияға реакция түсірді. Ол да өтпеді. Ол өтпеген үшін реакцияға реакция түсірді. Ол өтпеген үшін реакцияға реакция түсірді. Бір күні TikTok көріп отсам, бағанағы қыз реакцияма реакция түсіріп миллион просмотр жинаған. Достым, сен әлі тіркелмегенсің ба? Лайк бас, комментарий қалдыр. Сенем, достым. Бірақ Всевышний маған знак берді. Содан кейін мен бит түсіруді жөн көрдім. Бірақ ол үшін мен хореограф жалдадым. Студия арендап айтатын. 3 күн 4 түн дайындалдым. Йо, Бәке. Шешіп нормально түк десең айтады. Асығыспын, брат, асығыспын. Сонымен би дайын. Өзімді жұлдыз сезінді. Бірақ нөл просмотр. Hello, it's me. Сосын мен өзімді сабырлыққа шақырдым. Бәке. Йо, TikTok'та қалай миллион жинадың, сол туралы айтсайшы лучше. Мынау видеоға негізі миллион просмотр жинаған. Кит, ты маму мал, а тата мал, а брата мал. Бәке. Ал. Сонда мынау 1 миллион просмотрға сен дым қатысың жоқ қой сонда? Мен қолымның қатысы бар ғой. Достар, сіздерге пасхалка, яғни реакция түсірген қыздың есімін комментарийға жазып кетіңіздер. Жеңімпазға сыйлығымыз бар. Ал бұның алдындағы выпустағы жеңімпаз
личкаға жазуды ұмытпа. Болды ғой? Болды.